Жұрттың бәрі бүгін құрбандық шалады, ертең Минаға келіп орналасады. Яғни құрбандықтың екінші күні истиқар орналасатын күн деп айтады екен. Жұрттар Минаға келіп тас лақтыратын күн. Міне, осы екі күнді Алла тағаланың мақтауы келген күн. Бүгін осындай ұлы, бүкіл дұғалар қабыл болатын, қуанышқа тола болған, пайғамбарлардың барлығы мақтап кеткен ұлы күн Құрбан айт күні. Бұл айттың ұлылығы Ибрахим алейхиссаламнан қалған. Оған дейін адамдарды союға баяғыда кейбір діндер рұқсат беретін кезде Ибрахимға да Алла тағала ұлыңды сой деп түсіп, ол кісі шын ниетіменен соям деп пышақ кезеген үшін Алла тағала бүкіл күнәсін кешіріп, менің әмірімді орындадың, балаңды соймай-ақ қой деп жәннаттан қошқар түсіріп, сол күннен бастап адам баласының 12 мүшесінен садақа болсын деп құрбандық шалынатын күн. Осы күні бүкіл адамдар жан ұясыменен шығып, шамасы жетсе, құрбандық шалуы міндет болатын күн. Құрбандық шалғанда үйіндегі ауырып жатқан, сырқау, дерт болған адамдарды да, кішкентай балаларды да алып шығып, құрбандықтың жанына отырып, үйдің егесі қолын жайып бата қылып, Құдайдан бүкіл тілегінің бәрін сұрап, я Аллахым, сен айттың, мен орындадым деп, мына құрбандығым саған деп сойылатын күн. Сол үшін осы сойылған құрбандықтарды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Сол күні сойған құрбандықтар қияметте сендерге бүкіл жүніменен, бүкіл тұяғыменен, бүкіл мүйізіменен келеді. Кім-кім қошқар сойса, қошқар мініп қылкөпірден өтеді. Кім-кім сиыр сойса, сиыр мініп қылкөпірден өтеді. Кім-кім түйе сойса, қылкөпірден түйеменен өтеді деген сөздері бар. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір кездерінде екі қошқар сойған кезі болған. Бір кездерінде түйе сойған кездері болған. Осындай қылып кімнің шамасы жетсе, сойсын. Және сойған малын үшке бөледі. Бір бөлігі бүкіл жағдайы нашар адамдарға, екінші бөлігі дос жаран ағайын туыстарға, үшінші бөлігі өзінің жанұясына. Қой сойып немесе құрбандық шалып, бүкіл бәрін тарқатуға да болады. Әйтсе де құрбандық малдың етін сіз өзіңіз жеңіз. Бір бөлігін болса да кішкентай дәм татыңыз. Өйткені бұл сіздің сойған малыңыз. Өйткені бұл киелі құрбандық малы. Жұрттар көкпардың малын жеп жатады, киелі деп, ем деп. Білесіз ба? Оны жай халықтың ырымы ғана ет. Негізі ем болатын, ең керемет киелі болатын ет осы құрбан айтта сойылған құрбандықтың еті. Өзіңіз сойыңыз, науқас адамдарыңызға беріңіз, өзіңіз жеңіз, Құдай берекесін берсін тапқаныңызға. Алла тағала жүрегіңізден қанағатпенен пейілділікті алмасын деп тілеңіз. Нені алса да Құдай тағала иманымды алма деп тілеңіз.